Барлықтарына қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат. Бүгін сіздермен дәл осындай творожный печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз жұмыртқамызды, қантымызды, ерітілген сары майымызды және сүтімізді құйып, венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Содан кейін үстіне творогымызды қосып, тағы да араластырамыз. Ұнымызды 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөліп, қосып, жақсылап қамыр илейміз. Мінекей достар, осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын өте нәзік қамыр шығады. Осыны салафан пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қамырымызға осылай ұнды сеуіп, қалыңдығы 1 сантиметрдей етіп жайып аламыз. Сосын стаканның көмегімен немесе арнайы фигуралардың көмегімен формамызды шығарамыз. Мен осындай домалақ стаканның көмегімен домалақ пішіндер жасадым. Бұл печеньенің дәмі деген балалық шақты еске түсіреді. Творожный, прям өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Міне достар, осы печеньеларымызды қызып тұрған духовкада 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Менің видеом ұнады деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.